Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгін мен өзекті тақырып бойынша әңгіме видео қозғағым келіп жатыр. Бұл Америкаға виза алғаннан кейінгі барғандағы процесс қалай болады? Жұмыс табу, пәтерге орналасу, және де аэропорттан күтіп алу, жұмысқа рұқсат қағаздарын жасау деген секілді. Қараңыздар, қазір өзі сезон. Бізде жыл сайын ноябрь, декабрь, январь, февраль айларында Америкаға виза алып адамдар өте көп келеді. Туристический сөзден сол лекпенен ілесіп, және де клиенттеріміздің арасында постоянно осындай, былайша айтқанда, бір ақпаратты түсіндіруменен осындай жұмыстар атқарамыз. Әрбір клиентке келетін дайындап, оларды қалай болады, және сіздерді қандай мәселелер күтіп тұр деген секілді. Сол бойынша бүгінгі видеода сіздерге осы мәселені толыққанды анықтағым келіп жатыр. Қараңыздар, Америкаға сіздер келетін кезде, қазір көпшілік клиенттер түсінбей жатыр, неге біз Америкаға келген уақытта сразу тұрақты жұмысқа орналаса алмаймыз, неге временный жұмыс жасауымыз керек? Абди, мен барған уақытта мен сразу тұрақты жұмыс жасағым келеді дейді. Яғни бір әйел кісілер осында просьба жасап жатыр. Қараңыздар, ондай вопростар бойынша ешқандай проблема жоқ, любой нәрсені жасауға болады. Просто мына временный жұмыс деген нәрсе, бұл сізге тұрақты жұмыс табылғанша күнделікті сіздерді $200, $300 зарплатамен қамтамасыз ететін осында мүмкіндік береді. Яғни сіздер бір апта бойы жұмыс күтіп жүргенше, бір апта бойы біз берген уақытша жұмыс істей тұрсаңыздар, сіздер уже $1000-1500 бір аптада тауып қоясыздар. Енді өздеріңіздің расходтарыңызды, қалталарыңызда ақша болады, уже Америкада жүріп өздеріңізді уверенно сезінесіздер. Түсініп тұрсыздар ғой. Сол секілді тұрақты жұмыс істеген нәрсеге қарамау керек. Енді қараңыздар, тұрақты жұмыс істегенге келетін болсақ, мысалы бұл жерде әрбір адамның вкусы, мысалы жұмыс істеу, қолынан келетін нәрселердің бәрін әртүрлі. Сол себепті сіздермен жеке отырып, таныса отырып, тиісті документтерді алу керек. Американецтер резюмені жақсы көреді. Хотя сіздер посуда жууға жұмысқа орналасайын деп жатсаңыздар, олар резюмені жақсы көрмейтін, сондай резюмені жақсы тауып, жақсы районда, чтобы сіздер постоянно жұмыс жасайтын ол жерде 4-5 жылда, сондай жұмыс табу үшін бұл біраз уақыт кетеді. Дегенімен Америкаға көп келетін адамдар бастапқы бір айдың ішінде 10 жақты жұмыс ауыстырады. Яғни временный жұмыстар, одан кейін барып тұрақты жұмысқа орналасады. Сол секілді бұл реттерден, жұмыс ауыстырудан, басқа нәрседен қорықпай қойыңыздар. Жоқ, Америкаға келіп, сразу тұрақты жұмысқа орналасам деп қалайтын болсаңыздар, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Саяхаттап, Нью-Йоркты, Лос-Анджелес, Чикагоны қыдырып жүре тұрыңыздар, сіздерге тиісті 1-2 аптаның ішінде сондай жұмыс тауып қояды. Келесі екінші нәрсе бар, вопрос. Мен көптеген қазақстандық бауырларымызға айтқым келіп жататыны, мынау жұмысқа орналасу процесі бойынша өкінішке орай енді особенно жігіттерде, әйелдерде бұндай жоқ. Жігіттерде мынау Қазақстанда жақсы жерлерде жұмыс істеп қалған, органда, прокуратурада, акиматта жұмыс істеген адамдар бар. Енді мына сала деп айтпай ақ қояйын, клиенттердің арасында бар. Солар Америкаға келеді, мен жұмыс тауып беремін, вакансия, сосын сол вакансияға барады, интервьюдан өтеді. Әдемі екен. Интервьюдан өтеді, жұмысқа аламыз дейді, содан кейін маған тұрады, Абди, мен посудомойщик жұмысты мен жасай алмаймын, өмірімде жасамағым, қазір маған посуда жу дейді, мен оны қалай жуам, мен аппаратты қалай қосам, мен ананы қалай паковать етем, мен ондай нәрсені білмеймін, Абди, маған басқа жұмыс тауып берші дейді. Яғни бұл бір сезон, бір причинада болып жатқан, жалпы негіз ондай көп болады қазірдің өзінде осы нәрсе. Сол секілді бір нәрсені айтатыным, Америка келе жатқан барлық қазақ бауырларға, қараңыздар, жалпы Америкада сіз бір нәрсені білмейтін болсаңыз, білмеймін деп айтып сұрап нәрсе, ол ұят емес, ол нормальный нәрсе. Хотя бастықтардың өздері жақсы көреді, сіз одан сұрайтын болсаңыз, сіз одан даже дополнительно сағат, мысалы күніне $200 істеп жатыр, сағатына $20 төлеп жатыр, күніне 10 сағат жұмыс жасайсыз. Сіз айтыңыз, 15 сағат жұмыс жасағым келеді. Маған 8 сағат үйге барып ұйықтаймын, басқа істейтін еш нәрсем жоқ. 15 сағат жұмыс жасағым келеді, және де қанша $300 зарплата алғым келеді деп айтыңыздар, ұялмаңыздар, сондай секілді өтіңіз. Поэтому әлгі сияқты посудомойщик онда тұрған ешнәрсе жоқ. Кіріңіздер, сол жерде көрсетеді, сіздерден басқа ондаған, 15-20 шақты ол жерде жұмыскерлер болады.
әркім бір нәрсені айтып түсіндіреді, соңында үйреніп кетесіздер. Самый главный нәрсе, сіздер бір жұмысқа сізді алдым деп азанда жұмысқа келіп кешке жұмыстан қайтатын болсаңыздар, сіздерге мүлдем еш нәрсе істемесеңіздер де, мүлдем еш нәрсе қолдарыңызда келмесе де, сіздерге оговорить етілген, яғни келісілген бағаны төлейді. Сағатына осынша төлеймін деді ма, сен еш нәрсе істемесең де, сен 3-4 сағаттан кейін жұмыстан шығарып жіберсе де, саған 4 сағат істеген, қанша сағатына $20, $80 қолыңа береді. Но зато сіз опыт аласыз. Қараңыз, сіз бардыңыз, көрдіңіз уже бұл жерде. Мысалы да. Поэтому ондай нәрсен қорықпаңыздар. Кімге қанша жұмыс керек, қандай жерден сіздерге жұмыс ұнамай жатыр ма? Айтыңыздар любой нәрсені. Жұмысты 10 рет десе, 10 рет, 20 рет десе, 20 рет. Өзіміздің арамызда келісіп ауыстырып бере береміз. Кез келген жерге онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Бір жақтан көрген де дұрыс. Мен де өзімді көрген ғой. 2 аптада посудомойщик болдым, одан кейін официанттың көмекшісі болдым, кондитерскийда істедім, торт жасадым, посудасын жудым, полын жудым, ол жердің көшеде рекламаны да тараттым, мувингте де істедім, стройкада да, демонтажда да, жаңалдегі нелерде де, одан кейін рекламада тараттым, фотосалондарда да істедім, кино түсіретін, неде де рекламный ролик, видео жасайтын, ресторандада да фото саттым, баняда да істедім, және Парижге көріп тұрсыздар ғой. Но зато өмірде опыт деген, не деген нәрсе, любой нәрсен берсе, қазір любой жұмысты сен істей бересің. Вот осы нәрсе, уверенность, да, вот осындай нәрсе. Поэтому әртүрлі американдық сіздер бастықтардың да психологиясын түсінесіздер. Көпшілік адамдар зарплатасын көтеруге ұялады, айтады, мен қазір зарплатаны көтер десем, маған жұмыстан кете бер деп айтады. Кеше бір клиентім де ұялады да, мен оны айта алмаймын дейді. Мен айтам, жоқ деймін. Американецтер, сен өз-өзің уверенный болсаң, бір осы жұмыста өзіңді ценный сотрудник екендігіңді, от души жасайтындығыңды, сенің ниетіңді көретін болса, американдық бастық сен зарплатаны көтер деп айтатын болсаң, ол саған көтереді. Вот осындай нәрсе. Поэтому бұндай вопростардың бәрін заранее айтып неала берсеңіздер болады. Қорқатын еш нәрсе жоқ, ұялатын еш нәрсе жоқ, қымсынудың. Сіздердің Қазақстанда қандай жұмыс жасадыңыздар, министр, әкім болдыңыздар, депутат болдыңыздар, Америкаға келіп істеп жатқан жұмыстарыңызда онда тұрған ешқандай ұялатын, қысылатын, онда еш нәрсе жоқ, бәрі істейді. Зато зарплата жақсы, Құдайға шүкір, барлығы семьясын асырап жатыр, дүние жинап жатыр дегенде. Сол секілді достар, әзірге айтқым келетін осы. Видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз, сұрақтарыңыз бар болатын болса, Америкада сіздерді күтіп алу керек, жұмысты алу керек болатын болса, осы видеоның астында описаниеде WhatsApp номерлер бар, сол номерлерге жазыңыздар, консультация беремін. Рахмет, видеоны көргенде сау болыңыздар.